Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен өзіміздің успеваемостьті қалай шығару туралы айтып өтемін. Ол үшін сіздер күнделік кезекте отчетқа кіресіздер. Міне образование, отчет, соның ішінде успеваемостьті учитель предметникті басасыздар. Осы жерде өзіңіздің сабағыңызды таңдап аласыздар. Мен мысалы информатика сабақтан беремін. Және өзіміздің фамилиямызды жазамыз. Қазіргі таңда 3-90, сондықтан 3-90-ды белгілейсіздер. Және происходит отчет. Енді біздерде 3-90-да бәрі қорытылмайтын болғандықтан бізде осылай шығады. Егер қорытылатын сабақтар болса, мына жерде өздеріңіздің средний балыңыз бәрі көрсетіліп тұрады. Және бұны экспертке жібереміз. Экспертті басасыздар. Төменге міне эксперттің несі Excel болып түседі. Осыны ашасыздар. Ашқан кезде бізде осылай көрініп тұрады. Бұны печатьқа жібереміз. Міне файл, да дейміз. Сол кезде осындай графа шығады. Және бұл жерде разрешить редакция деп шығады. Берілгеннен кейін бұны печатьқа жібереміз. Печатьқа жібермей тұрып, бұнда бізде бір бетте емес 3 бет шығып тұрғандықтан бұны альбомныйға қойып аламыз. Альбомныйды қоямыз. Және 2 бетке келді. Ол үшін параметрі страницадан біз барлық полияны бір қылып аламыз. 1 миллиметр, 1 сантиметр не. Енді сіздерде сабақ көп болуы мүмкін. Бәріңізде осылай жасасаңыздар шығады. Және страницаға келіп, мына жердегі нені 60-қа қоясыздар. Болмаса көп болса 45-ке қойсаңыз шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай бір бет шығады. Және бұны печатьқа осылай жібере бересіздер. Егер керегіңізге жараған болса, мен өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.